Google'ға кіреміз. Жилстрой деп, жоқ, қазір аты өзгерді. Отбасы банк деп жазамыз. Сол арқылы сайтына кіріп, мына бірінші тұрған емес, одан кейінгі жоғары қарай жылжытамыз. Отбасы банк дегенді таңдап, сайтына кіреміз. Осының ішінде отделение терминалы, калькулятор бар. Депозит ашсаңыз болады. Рекламаны алып тастаймыз. Приложениесі бар. Міне бронирование, изменение, отмена записи онлайн деп тұр. Сарымен белгіленген. Соны басамыз да. Кішкене күтеміз. Очередь онлайн алғаннан кейін 15 минут ерте бару керек. Өзіңізбен бірге удостоверение личности, жеке куәлік қажет, және де ашық приложениесі арқылы кіресіз. Если жасыл және көк түсті болса ғана кіруге рұқсатыңыз бар. Соны ескерген дұрыс. Мына жерге иін мен телефон номеріңіз жазасыз да забронировать етесіз. Қай жақтан алғыңыз келеді, қай қаладан алғыңыз келеді, адрестерін жазсаңыз болады. Мақсатыңыз қандай, соларды белгілейсіз. Өзіңізге керегін, күнін, уақытын, өзіңізге ыңғайлы уақытты таңдап белгілейсіз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыз, подписаться батырмасын басып, және достарыңызбен осы видеоны бөлісе отырыңыз. Уақытын таңғы сағат 10-ға тіркеп алдым. Одан кейін сізге SMS келеді. Яғни роботты белгілейсіз. Бронировать белгінен кейін сізге SMS түрінде сообщение келеді. Мінекей барлығы жазылып тұр. Қай уақытта тұрған жеріңіздің уақытымен барасыз. Өзіңізбен бірге маскаңызды алуды ұмытпаңыз, және де жеке куәлігіңізді. Бронь жасаған уақыттан 20 минут ерте барыңыз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Қош сау болыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыз.